Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай құлпынайлы мороженойды жасаймыз. Ешқандай қоспасыз үй жағдайында ең бастысы жасалу жолы да оп-оңай. Алдымен құлпынай мен бананды осылай турап, мұздатқышқа 1 сағатқа саламыз достар. Одан көп уақытқа салмаймыз. Әйтпесе одан көп салсаңыздар блендерде езілмей қалатын болады. Одан кейін блендерге енді құлпынайды, бананның барлығын салып шығамыз. Достар, видеоның описание бөлімінде барлық құрамдары жазылып тұр. Описаниедан қарасаңыздар болады. Енді келесі кезекте кез келген пайыздағы сүтті қосатын боламыз. Сүтті қосқаннан кейін сгущенканы қосамыз. Сгущенка тәтті болғаны жақсы. Негізі Рогачев 3 желанияны қосқан жақсы. Қыздар, егерде құлпынай сізде тәтті болса, сгущенканы қоспауға да болады. Менде құлпынай сәл тәтті болмаған соң, мен сгущенканы қостым. Одан кейін блендердің көмегімен жақсылатып барлығын видеодағыдай осылай езіп алатын боламыз. Дәл қазір құлпынайдың сезонында міндетті түрде балаларыңызға жасап көріңіздер. Жасалу жолы да оп-оңай, және де ең бастысы ешқандай қоспасыз жасалынады. Мінекей балмұздағымыз дайын болды. Дәл осылай балаларыңызға ұсынсаңыздар да болады. Немесе мен сияқты тағы да контейнерға құйып 4-5 сағатқа мұздатқышқа алып қоятын боламыз. Сонымен қатар достар, қандай тағы да тағамның рецебін каналымда көргіңіз келеді, комментарияға жаза кетсеңіздер, келесі кезекте сол тағамдардың рецебін түсіретін боламын. Мінекей жасалуына небәрі 15 минут уақыт кететін, үйдегі бар ингредиенттен жасалатын өте дәмді құлпынайлы балмұздағымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздермен бірге болған Гаухар.